Біреулер мысалға ішіп отырып шығарады. Біреулер бірақ енді мен музыка харам деп халифат деп. оны қайдан білесің брат? Гонорар қазір қанша сенде? жарты өмірім аспанда өтті ғой. Принцип деген нәрсе бар ма сенде жалпы? Қанай, кайфовать еткен соңғы концерттің жалпы қай жерде өтті, қашан өтті? Өзім концертім? Сольник. Сольник, алғашқы өзім концертім. Өзің ойыңдағыдай болды ма? Негізі өзім ойымдағыдай болды, бірақ адам аз болды. Негізі енді республика сарайына беретіндей абырой бар ғой. Бірақ енді өзіме көп алмай қойыншы деп, сәл кішкентай менеджерден бастайыншы деп шештім. Бәрінде келген қонақтарда мынандай нәрсе болды де. Бір ақтауға тырысты ма, Қанай негізі аренаға қоюға тұрарлық адам, осындай жұлдыздардан көп сондай комментарий келді. Яғни байқасаң, шын мәнінде стадионды жинай аласың ба қазір? Жинай алады сияқтымын. Бірақ по-любому іште күмән болады. Жиналмай қалам ба деген сияқты. Бірақ енді қазіргі әншілер енді қасына бір блогері бар. Сөйтіп жинайды ғой. Сосын тағы бір 2-3 әншісі бар деген сияқты. Сөйтіп жинай алам енді. Былай енді өзім жүріп жинай алмайды сияқтым. Республика сарайына жинауға болады, смело. Ал қазір мына нәрсе рас айтқан кезде сен осы Қанай деген атыңмен жинай аламын дейсің ба, жоқ әлде 1-2 хит, который 4-5 хитің бар ғой сенің, который 4-5 хиттің арқасында жинай аламын деп ойлайсың ба? Данный момент қазір ма? Иә. Қазір жинай алмайды сияқтым өзім ойымша. Бірақ прайм кезінде жинап тастауға болатын еді. Қай жылдар? Прайм сол карантиннан кейін ғой. Сол Ақкөлек, Көккөлек, Кеттілі ақты шығып отқан кезде, Бозторғай артынан кетіп отқан кезде стадион жинап тастауға болатын еді негізі. Бірақ или тағы да бір мощный бір хит болған кезде соның буымен жинап тастауға болады. Қазір мысалға стильдерді ауыстыру маған қатты ұнады. Бірақ ол бір стильді іздеу ма өзіңнің, жоқ әлде қызықтыру мақсатында қолданылатын ход па? Әннің стилін айтып отырсың? Жоқ, киімнің образын стилін. Жалпы негізі менің өзім сол басқа әншілерге ұқсамау дейтін бір позициям бар. Всегда ерекшеленіп жүру керек деген сияқты. Жыл сайын шашымды дәу қыламын, болмаса бұйра полный алып тастаймын, болмаса мұндай мұрт деген сияқты жыл сайын бір образ ауыстырып тұрамын. И сосын қолыма ондай нәрселер тағып жүремін, мойныма тағып жүремін. Енді тіл-көз дейтін нәрсе бар ғой. Тіл-көз дейтін нәрсе бар. И көп жерде мысалы қолымдағылар сынып кетеді, мойнымдағы сынып кетеді деген сияқты. Ілгегім шығып кетеді деген сияқты да. Енді ерекшеленіп тұрған өзіме ұнайды. Ол кішкентай кезімнен сондай. Ол яғни сен өзің ерекше болғың келеді, бірақ өзіңді табу деген нәрсе емес қой, яғни ертең бір образды жасайсың, сол образда қаласың деген нәрсе емес, өзгере бересің. Өзгере беремін. Әнде де тура сондай. Әнде де тура, бір-біріне ұқсамайтын әндерім. Иә. Основном белгілететін әндер ғой. Одан мынандай бір сұрақ. Қаншама топта болғансың ше, байқадым. Әртүрлі, бірақ рас менің ортам, жалпы көпшілігі де сені Қанай ретінде өзің жеке әніңмен көбірек танып бастаған секілді. Келісесің бе оған байланысты? Жалпы келісем. Ал ары қарай біреумен мысалға топ болу, дуэт болу деген нәрсені тоқтатқың келмей ме? Жоқ, потому что тоже менде бір үлкен армандарымның бірі, жаңағыдай енді Қазақстан тарихында бір легенда, аңыз болып қалып қою керек қой, бір нәрсеге ерекшеленіп қалу керек қой. Соның ішінде көп Қазақстан шоу-бизнесінде көп совместный трек жазған адам болып қалғым келеді. Питбул типі. Питбул сияқты ғой. Мен қарап отырсам, мен сияқты совместный көп ән жазған адам жоқ сияқты Қазақстанда. Өтті көп дуэттер, топтармен бірге өлеңдер. Енді мындай сұрақ. Егерде қазір календарды ашатын болсаң, 30 күннің ішінде қанша күнде сенде выступление бар? Данный момент ешқандай жоқ қазір. Прайм кезінде қандай еді? Прайм кезінде енді бір жыл тоқтамастан
күнде бір ардақ. жыл емес 2 жыл күнде жарты өмірім аспанда өтті ғой. Аха. Ол бір денсаулыққа қандай әсерін берді? Денсаулыққа Ондай режим. ондай қатты бір денсаулыққа не істеген жоқ, потому что мен өзім жұмысымды андай сүйіп жасағасын ба, ондай мән бермеппін. Уақытылы ұйықтаймын, уақытылы барам деген сияқты. Сондай болды. Қандай жерге сені шақырса қазір сен бармайсың? Бара беремін негізі любой жерге. Мен таңдамаймын, маған любой болады ғой, жаңа любой, то есть қалай айтсам болады. Жаңа жер болады ғой, новый адамдар, новый жерлерде мен шабыт аламын негізі. Шыны керек. Бара беремін, ауыл болсын, қалай айтсам болады. Любой ауыл болсын, закрытый вечеринка болсын. Енді андай бүйтіп қалған жерлерге бара алмаймын, енді қалайсың дейтіндер болады, закрытыйлар. Бір кезде барып қалғанмын андай, типа, қылықтылардың ортасына, стилистердің деп жүрген кезде мен вилка салып алып қорыққаным бар кішкене. Сондай жерлерге бармай қойбады, былай енді бара беремін любой жерге. Гонорар қазір қанша сенде? Гонорар айтпай ақ қояйын. Ол, мысалға, жарайды, былай қойын. Гонорарға бір iPhone 17 алуға бола ма? Болады. Ол нәрсе, мысалға, енді әншілер түсінікті концерттен табады. Той мен концерттің разницасы бар ма гонорарда? Той мен гостиничный. Концерттердің? Концерттің. Но енді мен немде ма? Прайсында, мысалға, тойға мынандай баға, концертке 17 концертке негізі түспеймін барынша. Сол өзім бағаммен түспеймін, ал тойларға тойға түсе беремін. Жағдайына қарап, жағдайына кіреміз. Өйткені тойда халтура десек те болады. Бірақ енді қазақтың тойы халтура деген сөзім ауыр шығар, бірақ асырып отқан той бізді қазір. Тойға негізі шыққың келе ма? Өнер адам ретінде, музыкамен айналысатын адам ретінде, ол бір ішіңнен амал жоқтықтан шығатын кездерің бола ма? Ақша үшін? Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Бірақ енді ішкі жан дүниемде негізі әлемдегі әнші болған жақсы ғой, потому что қалай айтсам болады, әлемдік әнші болсаң, мысалы деймін да, бір әнің әлемге тарап кетсе, жоқ дегенде 999 теңгеге скачать етіп алады. Представь, енді сен бүткіл әлем бір әніңді скачать етіп алды, сен тойға шығуыңды қоясың, бір сөзбен айтқанда. Егерде деймін да. Ал бізде Қазақстанда скачивание мәселесін көп біле бермейді. Ютубтан тыңдайды, болмаса телеграмнан тыңдайды деген сияқты ғой. Егерде Қазақстанда сондай бір манағыдай скачать ету деген сияқты мәдениет болса, тойды қоясың, бір сөзбен айтқанда. Потому что егер мүмкіндік болатын болса, сен тойды қойып, творчествомен таза айналысқың келетін еді. Той амал жоқтықтан болатын процесс. Жоқ. Той жақсы ғой. Той өлтірмейді қазір. Той өлтірмейді. Жалпы енді басқа елдерде, басқа жерлерде андай біздің Қазақстан сияқты ондай қалай айтсам, той жоқ сияқты. Бірақ той өнерді өлтіруі мүмкін ба? Яғни мен байқаған бойынша тойға ыңғайлы билейтін өлеңдер, көңіл көтеретін өлеңдерді жазуға тырысады. Ал шын мәнінде өзі қалаған өлеңді еркіндік жоқ секілді да, той үшін тойға көбірек заказ түссе, көбірек билесе деген оймен жазылады. Көбінесе солар кит болады. Егер мүмкіндік болатын болса, сен тойдың өлеңдерін жазар ма едің? Мүмкіндік болса. Тойдың өлеңі дегенде ондай билейтін ше? Болады ғой, әркім өзінің стилі болады. Мысалы мен ритм так, образ, тағы да көптеген әндер бар ғой. Тойға да өте береді, концертке де өте береді деген сияқты. Ағылшынша жазу ойда бар ма? Ағылшынша жазу ойда бар. Жазғым келіп жүр. Жазылған өлең бар ма, жоқ па? Жазылған өлең жоқ. Сен мотивтердің барлығын негізі ағылшынша бір андай ойластырылған бір тілде шығарасың ғой? Қанай тілімен десең. Қанай тілі. Қанай тілімен деп тұрып кәдімгідей ана өлеңдер қалай шығатынын білмеймін. Енді сол өлең, сол жерге ағылшын сөздерін қоятын болсаң шықпай ма екен? Шығаруға болады негізі. Оны манағыдай ағылшынша айтып жүрген адаммен бірге отырып, жаттап, қалай айтсам болады. Бірге шығаруға болады. Ағылшын негізі қандай деңгейде?
ағылшынша ма оның төмен деңгейде. Hello, Аха. I'm okay. Аммен түсіндіресің болды. Ондай қатты емес. Қазір 17 мамыр Ақтөбеге жолға шығып бара жатсыңдар, тур. Еркеш екеуміз. Еркеш екеуің 12 аудан. 17. 17, иә? 17 аудан барлығында солда от па? Прям толды ма? Ондай солда от болып жатқан жоқ. Біз ауылдағылар, по-моему, сол күні жетіп келеді, солда от сол күні жасайды. Негізі. Оның алдында біздер Қайрат ағамыз бен Қанат ағамыздың гастроліне барған кезде тоже осындай болған. Сол күні жетіп келеді да бұлар. Ауылдағылар. Сол күні солда от жасап тастайды. Потому что ауылдағылар кішкене сенбейді да. Сен түсіп ба? Келген кезде уже историяға келді деп саласың ғой, фук, сразу толып қалады. Потому что көп әртістер ауылға бара бермейді. Көбісі андай келеміз де келмей қалады дейді, әңгімені естіп жатамыз осындай. Билет құны өте төмен. 1000, 1500, 3000, иә? Потолок 3000-ға шейін ғой. Иә, 3000-ға дейін. Бұл тур пайдалы келе ме жоқ па? Пайда әкелмейді, ондай қатты алып жатқанда пайда әкелмейді негізі. Біздер просто қалай айтсам болады. Қайрат ағамызды қайрат қылған, Мақпал Жүнісова, Мақпал сол жол. Сол жол неге, соның системасын кетіп бара жатырмыз, потому что ол жақтың адамды өзімізде ауылдан шықтық қой. Менің ниетім андай, ең бірінші қойған ниетім, менде де өзі ауылдың баласымын ғой. Ауылда жүрген кезде, Құлсарда жүрген кезде мәдениет үйіне орда тобы келіп жатты. Кішкентай балам, үйде давкамен дем жетпей кірдім. Сол кезде ең бірінші Дастанаға көзім түсті. Оразбеков ағамыздың кәмін айырып атты беріп. Сол кезде мен шабыттандым, әнші болам дедім. Менде де сол ауылға барған кезде, концерт қойған кезде бір баланың, или болмаса бір қыздың қалаға келуінің шабытын ашқым келеді. Ауылда қалып қоймасын деген мәселеде. Шықсын ауылдан қалаға көрсін деген сияқты, армандасын деген шабытын ашқым келеді. Маған мына нәрсе қызық болды, яғни прайм эраңды қайтадан орынға келтіре алмай қалам деп қорықпайсың ба? Негізі көбісі айтады ғой, манадай шабыт болып қалады деп айтады ғой, прайм дейді. Менде ондай жоқ екен, шыны керек. Болады кейде күшті әндерім неге хит болмай қалады деген сияқты. Манаға әңгіме болады сол кішкене андай тіккіс дейтін әндер. Андай болады ғой, жүрекпен каждый нотаға мән берілген әндер, атпай қалады да, өтік бір күнде шығарып тастаған әндер хит болып кетеді да. Мысалы әнші, сен әнді өзің тағы да жазасың, өзің орындайтының бар, сататының бар басқа әншілерге. Сен білесің ба мына өлең, өлдім мынанша қаралым жинайды-ау, немесе мынандай бір өтеді-ау дегендей, немесе өтпейді дегендей. Ондай бір сезім бола ма? Ән жазып отқан кезде ма? Негізі қалай айтсам болады? Болады негізі осы ән хит болады сияқты деп. Непредсказуемый просто, түсінбей қаласың. Халық қазір не керек екенін білмейсің. Қандай әнді тыңдайтынын білмейсің, или не знаю. Бір күшті ән шығарасың. Соңғы кезде мен айтайын, соңғы кезде уже андай Қазақстанға емес, Меройға өтетін әндерге қазір кірісіп жүрмін. Баяғыдай өтіп шығарып тастамаймын. Бір күнде жаңағыдай дұрыстап шығарым келіп жүр. Просто ниетім қазір шетелдікке шығып кетсе дейтін. Шетелдің рынкына кіріп кетсе дейтін әнді шығарғым келіп жүр. Қазір студияда бар жүрген жоқпын. Шыны керек. Просто тұр әндер. Бірақ андай өтпейді өз-өзіме. Егер қарапайым тілмен айтатын болсаң, әннің жазылу процесі қалай болады? Яғни сен мысалға бір кеттің, иә? Бір неден көргенімде, яғни мен бір күнде жастайым дедім да, бір өлеңдерді. Бірақ жалпы бір ішіңнен бір нәрсе оянады ғой, мына жүректен, іштен шыққан нәрсе болғаннан кейін. Ол бір қарапайым тілмен айтылған кезде процестер қалай жүреді? Ән шығару. Иә, ән шығарудың, жалпылама аурудың сол нәрсемен. Айтсам болады. Бірінші тақырып келеді. Біреулер мысалға ішіп отырып шығарады. Біреулер мысалға өздерін қамап тастайды бір жерге. Немесе біреулер ешкіммен сөйлеспей жүреді дегендей. Оның бір системасы бар ма? Ән шығарудың ба?
немесе шығару керек болды шығара саламыз деген сияқты нәрсе ме? Жоқ, идея келіп қалады, просто бір тақырып келіп қалады. Мысалы, қалай айтсам болады, кеше үлкен легенда аңыз ағаларымыз, әншілер, әртістер қайтып жатыр ғой. Соны көріп қалдым да, мысалы, неге осы кісілерге неге мен өздері өлсе де олардың өнері өлмейді дейтін тақырыпты алып алып, сондай бір ән шығарғым келеді. Келіп қалады, сондай жан жақтан идея келіп қалады да, сөйтіп шығады ән. Өлсе демекші. Сондай бір ән шығарғым келіп жүр. Бір көріп қаласың ғой, мысалы. Бір тақырып көріп қаласың, или бір қызды көріп қаласың. Бір кезде жігіт ренжіп қалған, или болмаса бір жігітті көріп қаласың, авариядан өліп қалған деген сияқты. Болады ғой. Или тағы да бір абьюзер туралы. Саған бір әсер еткен оқиға деп айтсаң. Немесе әсер етпеген, жай естідің сол оқиғаны, соған шығара бересің ба? Иә, сөйтіп шығара бересің. Мен жаңа өлді дегенге не істеп кеттім де, сразу есіме түсті. Сен Бозторғайың, расымен Қазақстанда өлген адамдарға қойылатын музыка болып кетті. Иә. Яғни гимн. Бір жағынан басында тыңдаған кезде түсінбедім ол нәрсені. Енді мынандай сұрақ. Негізі ол туған жерге сағыныш. Ескендір Хасанғалиевтің 70-ші жылдары жазылған өлеңі. Бірақ ол сондай бағытқа кетуіне жалпылама. Қайтыс болған адамдар, расымен де TikTok'та, Instagram'да қайтыс болған адамдар, ол неден қайтыс болды? Мағынасы жоқ, жалпы сол музыканы қою арқылы өздерінің бір жұбаныштарын, сағыныштарын солай басатын өлеңге айналып кетті де. Сенде бір ішіңде қандай реакция болды ол ситуацияға? Негізі бұл әннің шығу тарихы андай болды ғой. Бұл ән негізі маска дейтін соған жазылған ғой. Ол кішкентайдан қарап өстік қой, сол әнді естідік, сол әнді маскаға жаздым. Содан кейін барып, ол кезде продюсерім болды, Асқат дейтін. Тақырыбын андай қылғым келді негізі. Манағы туған жер сияқты кішкене андай тәуелсіздігімізді алып жатқан, желтоқсанның оқиғасын қосқым келді. Ең бірінші ақшаны шығып жатқан, тиын шығып жатқан, конституциямыздың не істеген, бәрін соны қосқым келді негізі сөйтіп сол әнге. Онымен ол идеяны шығару ұзақ болып кетті ма, қиын болып кетті да. Кейін продюсерім алды да, армиядан қайтқан. Әлібек Қалабай деген жігіт. Иә, сол баланың несіне тақырыбын деп бұны. Сол баланың историясын салып жүрді сол әнге. Содан кейін шығар. 2020-23-те шатаспасам бір 270-ке жуық әскерге өз борышын өтеуге барған адамдардың барлығы, яғни суицид жасап қайтыс болып жатқан екен де. Ол негізгі ой, сен клипіңе қолданайық осы нәрсені деген продюсеріңнен шыққан ой болды ма? Иә, продюсеріңнен шыққан ой. Сен көзқарасың қалай болды оған байланысты? Шығара беріңдер дедім. Ол бір андай инфоповодты қолдану емес па? Если честно, білмеймін. Мен просто қалай айтсам болады. Продюсерімнің ойы болғаннан кейін барып, мен араласқан жоқпын. Шыны керек. Әдемі кетіп қалды, күшті кетіп қалды. Өте әдемі кетті. Бірақ андай бір нәрсе болды да менде. Адам өліп жатыр. Біреудің қайғысы. Қазір хайповый тақырып. Осы тақырыпқа өлең шығарсақ, қалай болмасын, туған жерге сағыныш жайлы өлең болса да, екеуін қоса салсақ, атат деген бір математический решениялардың бірі болған секілді деген нәрсе болды да, продюсердің. Мен негіз өзімнен манағыдай ғой, туған жер сияқты бәрін патриотын оятқым келген негіз жастарға. Онымен продюсердің сондай шешімі болды да, ақылдасып. Сенің орындауыңда бір сарыны бір сондай болған секілді, бір сағыныш бір. Иә, сондай болды. Потому что мен өзім ауылым сағынып жүрдім. Көп болды сонда көрмей кеткен жаңағыдай. Турмен жүрдік қой, бетіп концертпен деп. Дымға уақыт жоқ. Сөйтіп бір шығарайыншы деп шештім. Жалпылама сенің творчествоңа байланысты. Осылай сырттан кіріп, белгілі бір өлеңнің мағынасын, мазмұнын өзгертетін адамдар көп па? Немесе творчество ол сенікі ғана? Қайтып айтшы жарады. Яғни сен әніңді, мысалы, әніңді жазатын кезде сен қалай кетіп жатыр солай аласың ба, жоқ әлде инфоповодтарды жинайсың ба жан-жақта? Дәл қазір сен мысалға балмұздақ жайлы өлең шығарғың келіп тұр.
Бірақ қазір инфоповод ретінде бізде қыз бен жігіт мысалға. Қыз бен жігітке байланысты бұрасың ба ол нәрсені инфоповодқа қарай? Жоқ әлде сол балмұздақ ретінде қала ма? Қалай айтсам болады. Басым жасамай тұр. Нормально, сұрағың ауырып отыр, сұрағың ауырып отыр, түсінбей отырмын, если честно. Болды. Хорошо, давай басқа сұраққа кетейік, олай болса. Сұхбат бере алмаймын, если честно. Жоқ, бірақ бәрімізде. Бірақ енді барымша беріп отырмын. Менде мынандай сұрақ. Егер музыка жүрмей қалатын болса, делік, немен айналысар едің? Музыка жүрмей қалса, мен, по-моему, бизнеспен айналысам. Любой бизнеспен. Любой кез келген. Потому что бұрын айналысқам. Телефонмен айналыстым. Телефонмен айналыстым, донер саттық. Өмірін сүріп жүре бересің, не бар? Сенің бір жастық шағындағы артқа оралатын болсақ, дін сенің өміріңе бір кішкене өзгерістер жасады, үлкен өзгерістер жасады. Үлкен өзгерістер жасады. Кішкене емес. Қазір дін мен музыканы жүргізу барысында қандай ойдасың қазір? Яғни сол кезде ерте келіп қойған дін деп ойламайсың ба? Яғни кішкене өз-өзіңді танып алып, одан кейін барып кіру керек пе деген секілді. Жалпы дін мен музыканы байланыстыру саған. Негізі енді айтады ғой, музыка харам деп айтады. Оны естідік. Бірақ енді мен музыка харам деп кейбір бұрында өнерді қойып кеткем. Теп музыка харам деп қойып кеткен жоқпын, точнее. Бірақ андай болады ғой, Аллах тағала бір жүректі ашып жібереді ғой, өзін танытып қояды жаңағыдай. И сол кезде сол моментті пайдаланып кетіп қалғаным бар. Өнерді қойып. Былай енді өнерде жүріп ән айтып намаз оқып жүрген ағаларымыз бар ғой негізі. Дінді де, өлеңді де ұстап жүргендер. Ұстап жүрем, ешқандай проблема жоқ. Екеуін бірге ұстап жүре бересің. Екеуін бірге ұстап жүре бересің. Яғни ол нәрсе сенің ертең, яғни сен дінді бөлек қойдың, музыканы бөлек қойдың. Бір-біріне байланыстырғың яғни бірінші өлеңдерің жас кезіңдегі халифат деп. Оны қайдан білесің арада? Халифат тобы деген нәрсенің өзі кішкене қорқыныштылау болған сияқты, батыста сол жылдары. Ол кезде енді әр заманның өзінің бір андай нелері болады. Бұрын брейк прайм болды, брейк билейтін. Одан кейін рэп келді. Рэптен кейін КВН келді. КВНнен кейін не бар тағы? Блогерство қазір деген сияқты. Өзінің блогерлік біткеннен кейін тағы бір нәрсе шығарып шығар білмеймін. Стримге отыру қызық болып отыр қазір. Өзінің заман несі бар да. Сіз нені айтып отырсыз да, үшін бір түсінгенім, музыкаға дін туралы ән айту деген сияқты ма? Қазір қосқым келмейді, если честно. Бұрын енді андай тақуалық оянып тұрған кезде айналамыз бәрі намаз оқитын болғасын ба, сөйтіп ән шығардық қой бәріміз. Қазір мысалға шешімдерді діни көзқараспен жасайсың ба, жоқ әлде дін өзіңдікі бөлек жеке нәрсе ретінде қалды ма? Шешім ситуацияға байланысты, өнерге байланысты, жұмысқа байланысты көзқарасың діни көзқараспен шешім жасайсың ба, жоқ әлде дін бөлек нәрсе ретінде тығып қойдың ба, жүрегін тығып қойдың? Жоқ, ол енді по-любому негізі основа ғой енді по-любому. Соңғы шешім сол манағы дінмен шешесің ғой. Халал ма, харам ба деген сияқты ғой. Баруға болады, баруға болмайды деген сияқты. Ұстауға болады, ұстауға болмайды деген сияқты. Былай да енді өмірлік білімдер бар ғой. Оны да қолданасың. Дінге келіп тұрса, діннің несін қолданасың деген сияқты ғой. Дұрыс жауап бердің ба? Жоқ, өзің дұрыс емес деген нәрсе жоқ. Менде мынандай нәрсе. Принцип деген нәрсе бар ма сенде жалпы? Принцип дейтін бар. Мысалы, сен нені ешқашан істемейсің? Өтіп кетпеймін. Ешқашан өтіп кетпейсің? Айтам, 100%-тен почти 90-80% шындықты айтамын. Нені көріп тұрмын, нені естіп тұрмын, соны айтамын. Біреулер болады ғой, мысалы. Білмеймін, біреуді алдап, біреуге жаманшылығым жоқ, өзіммен өзім, табиғатым сондай. Сөйтіп жүре беремін. Ешкімге ренжімеймін, энергия артқым да келмейді біреуге қазір. Сразу жүректен шығарып тастаймын. Аллаға тасып тастаймын. Болды. Оны бүйтіп маған бүйтіп айтты, оны ренжіп қалып, жаңағыдай қандай ситуация болсын. Андай сөз бар ғой, біреудің саған істеген жамандығын
кешіру өз өзің істеген садақа дейді да. Сол себепті білмеймін. Принципім сол. Яғни сол жерде сен дінді қолданасың. Иә. Яғни сол көзқараста. Ол бір справедливость дейді ғой мысалы. Әділдік жақсы көремін, принципиально кәдімгідей. Біреулер айтып тұра ма, қойсайшы, сен осылай айттың ғой, шындықты айтсайшы деген сияқты. Ал біреулер оны андай қалай айтсам болады. Терпет еткен сияқты болып көремін, терпет бір сөзбен айтқанда болады. Тоқылдаған сияқты болып қалып қояды да, біреулер айтпай қалады оны кейбір жерлерде. Бірақ енді принципім сол негізі. Ешкімге зияным жоқ, өзімен өзім тек шындық сөйлеу. Енді қатты бір шыншылым деп айтпай ақ қоймын. Основном негізі енді шындық сөйлеген жақсы көремін, и шыншыл болған жақсы көремін да өзіме. Основном айналамда бәрі алдып күте береді дейсің. Бір андай ішіңде бір не бар ма? Не үшін дүниеге келдім, менің негізгі миссиям не деген нәрсеге жауап беріп көрдің ба? Құлшылық ету үшін келдім деп ойлаймын. И қалай айтсам болады, енді тағдырым енді әнші болғаннан кейін ән арқылы халықтың мұңын, халықтың қуанышын жеткізгім келеді данный момент. Бірақ енді основном Құдай тағала айтқандай, мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді. Основном сол құлшылық жасау ғой енді. Құлшылық деген не дейді? Құлшылық дейтін ол Аллах тағала жақсы көретін істер мен сөздер дейді. Сол. Бір андай нәрсесі жоқ па бізде көп байқадым да, яғни мен де кезінде енді бізде ол бағытта көрдік, замандастарымыз ғой. Біз Қазақстанда дін өзіне керек кезде ыңғайлы, яғни белгілі бір позицияларда. Кішкене қиындау жерлеріне көз жұмып қарайтынымыз бар ма біздің қоғамда? Жалпы сенде мүмкін. Мысалға, діни көзқарастағы адам, музыка харам деген нәрсені, мысалы, имамдардан сұраған бар болды ма, жоқ болды ма осы тақырыпта? Жоқ, болды. Харам деді ма? Харам деді, музыка харам деді. Бірақ айналысуын тоқтатқым келмейді. Жоқ, енді андай, енді ғалымдардың арасында бар ғой, кейбіреулері музыка харам дейді. Кейбіреулері харам емес дейді. Менде мынандай нәрсе, өткенде ордабасының ойынның алдында өлең айтқаныңды көрдім. Жалпылама фанаттар ешнәрсе деген жоқ па, мысалы? Басқа фанаттар, мысалы, өзің жеріңнің фанаттары. Неге ол жерде өлең айтасың? Сол үшін ғой мен сұраған, принцип деген нәрсе бар ма? Жоқ. Мен оны оған бас қатырмаймын, если честно. Мен андай ниетпен бардым. Менде де бір түрлі оқып қалдым, если честно. Ордабасы шақырып жатқызсын, Атырауға не істеген кезде, енді по-любому енді Ордабасы шақырғаннан кейін жұмысым ғой, шығу керек. Бірақ мені походу андай болып шақырған сияқты, адамдар енді адам ой жүйрік дейді ғой. Походу енді Атырау мен ойнайын отқаннан кейін Атыраулық әншін шақырайық деп шақырған сияқты. Типа уважение ғой, сыйластық Атырау өздерінің командасына. Атырауға аңғайлап, иә. Сөйтіп шақырған сияқты. Бірақ Атыраудың, Ордабасының жалпылама фанаттардың алдында. Иә? Гимн секілді шықтың ғой. Иә. Бір жағынан енді білмеймін енді. Мен өзім сондай ойда келдім. Сондай ойда шақыртты ойладым, потому что білмеймін, футбол көп қарамаймын. Онда қызықпайды екен футболға. Жанкүйерлерден ненің жанкүйерсің, кімнің жанкүйерсің? Футболда ма? Иә, футболда. Если честно, футболда ондай қатты қызықпаймын. Көрем, бірақ андай. Мен негізі UFC қарайтын. Қатты қараймын UFC-ді. И основном енді футболға қатты қызықпаймын. Еркеш екеуің неге дайындалып жүрсіңдер негізі? Ережесі жекпе-жекте оның артында бір нәрсе бар ма, жоқ әлде? Жоқ, мен дайындалып жүргенім мен өз-өзімді дәлелдеп өз-өзімді жеңу деген сияқты бар ғой, болады ғой, өз-өзім айналаға емес, өз-өзімді кәдімгідей форма келтірейінші деген сияқты. Оның алдында енді көп жүріп қалдық, андай-мындай деген левый нәрселер бар деген сияқты. Бір жағынан 33 жасымда бір нәрсе битті жүр миымда. Осылай істетті, кейін әке-шешемнің айтқаны бар. Лучше депрессия өткіл энергиямды депрессия құртпай, лучше сол спортқа барып, сол жерден шығарайыншы деген сияқты. Ал Еркеш болса, Еркеш өзі енді жүр. Қырғыздың баласына ма, өзбектің баласына бір блогер әншісіне өзіп тастайын жүр, өзі күнде айтады. Алып қояды деп ойлайсың ба? Алып қояды. Ол дейтін
уже 3 айда ма 4 айда уже нормальный результат көрсетіп жатыр. Спаррингке шығады чемпиондармен күнде. Өздерінің ішінде залда. Біздер енді формаға келіп жатыр. А так мен ешкімге тиіспеймін, өзім үшін ғой. Өзім табиғаттың жай адамын негізі. Маған тиіспесе ешкімге тиіспеймін негізі. Қорғаныс үшін. Қорғаныс үшін. Қазір мынандай бір тенденцияны байқадық. Блогерлар не үшін әнші болғысы келіп жатыр деп ойлайсың? Осы сұрақ бар ғой, нерв маған шыны керек. Не үшін деген бір сұрақ. Білмеймін не үшін. Вроде бәрі бар. Не үшін ән айтып жатқандарын. Әншілікте соншалықты көп ақша бар ма? Енді бар ғой. Мәні бар. Енді қалай айтсам болады? Баға ашылған әндер енді біздер арасында бір жарты сағаттың ішінде жұмысың жарты сағат қой негізі. Тойда жарты сағат 45 минут ән айтасың, ақшаңды алып кетесің. Ал концертте 2 сағат ән айтасың, ақшаңды алып кетесің деген сияқты. Енді білмеймін. Сырт көзден оңай сияқты болып көріне ма? Иә, сырт көзден оның артында көп жұмыстар бар ғой, печать етіп жүрген кездер. Соған баға ашылған әншілерге негізі жақсы ғой. Әншілік нәрсе. Әншілік. А былай негізі баға ашылмай жүрген көп әншілер бар ғой, қазір қиналып жүрген деген сияқты. Блогерлердің әнші болып кетуін мен ештеңе айтпай қойыншы. Просто ештеңе айтпай қойыншы. Өздері білсінші, оған энергия құртқым келмейді. Бір уақыттары әртістер әнші болып бастады, одан кейін әртістердің қазір өте жақсы прайм эралардың бірі деп айта аламын, яғни актерлардың, кино актерларының. Қазір соңғы уақыттары мен байқағаным, блогерлар жалпылама әнші болғысы келеді. Әрқашан қызық болады маған. Қанша табады сонда әнші? 30 минутта тойға шығу үшін средний қанша табады? Сен емес, жалпы орталама. Біреудің мысалы гонорары 2 миллион, болмаса 3 миллион дейді. Болды. Сенікі 1,5 деп айта аламыз ба? Болады. Енді сұрақ. Осы уақытқа дейін сенде жинаған дүниелеріңе байланысты көрейікші. Жиналды ма дүние? Заттай. Заттай енді пәтер алдың ба мысалы? Пәтер алды, машина алдым, основном негізі жинаған ақшам әке-шешем үйімне кетті. По идее негізі. Оны көп біле бермейді ғой. Сосын кейбіреулер айтады, неге үй сатып алмадың деген сияқты. Оны бәрін айта бермеймін ғой. Основном әке-шешем үйімне кетті. Бірақ енді солай болып қалды тағдыр. Барымша емдеуге тырыстым. Енді бір жағынан өзімнің бытовоқларым бар деген сияқты ғой. Основном сол. Яғни әке-шешеңнің еміне кетті ғой. Қазір сенде одан кейін мынандай бір түсінік пайда болды ма? Жалпы чекап, мәдениет, өзің денсаулығыңа байланысты қарау деген секілді. Енді кірісіп жатырмыз. Қазір жасала ма мысалы жылына 1 рет чекап деген секілді? Енді жасалады, құдай қаласа. Енді кірісіп жатыр маған. Оның алдында енді АУ-да жүре бергенмін ғой. Концерт дым көрмегенсің ғой енді, бір сөзім айтқанда. Жаңағыдай, қалай айтсам болады. Көп ақша көрмегенсің, көп жан-жақ бәрі қызық қой, мен өзім аңғал дейміз, бәріне қызық жүре беремін ғой. Блиц. Атақ па, ақша ма? Абырой. Алматы ма, Астана ма? Екеуі де. Жақсы, Алматы. Назарбаев па, Тоқаев па? Екеуі де. Қайсын саясат көбірек ұнады? Енді мен политика ондай қатты жоқпын. Салам алейкум, брат. Екеуі де, шыны керек. Бірақ Назарбаев жақын жүрегіме. Потому что сол кісі қара көстік деген сияқты. Ақ па, қара ма? Қара. Той ма, концерт пе? Концерт дейінші. Хит па, сапа ма? Қазір сапа. Бітті, рахмет үлкен. Болды ма? Комментке Қанайдың стиліне байланысты жазған ең үздік адамға деп бір нәрсе айтайық. Яғни ең үздік пікірге, маған ұнаған пікірге Қанайдың кез келген концертіне 2 билет менен